Баршаңызға сәлем. Сізбен бірге адвокат Тайыр Насханов. Бүгін біз уақытша тұруға рұқсат беру және тұру ихтиярхатын қалай алу туралы айтатын боламыз. Соңғы уақытта бұл тақырып Насханов және серіктестер адвокаттық кеңсесінен кеңес алу туралы сұрауларда жиі кездеседі. Сондықтан біз әріптестерімізбен бұл туралы YouTube'та айтуды жөн көрдік. Сонымен бұл екі терминнің айырмашылығы неде? Шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұрақты тұру құқығын растайтын құжат бұл тұру ихтиярхаты. Тұру ихтиярхатын алу үшін алдымен тұрақты тұруға рұқсат алу қажет. Бұл рұқсат қайда беріледі? Ол полиция департаментінде беріледі. Негізгі талап сіздің төлем қабілетіңізді дәлелдеу. Рұқсат алу үшін не қажет? Тұрақты тұруға рұқсат алу үшін сіз сипаттамадағы сілтемеден таба алатын бір қатар құжаттарды ұсынуыңыз керек. Рұқсат беру туралы өтініш оң қаралғаннан кейін шетелдік тұрақты тұрғылықты жері бойынша тіркеледі. Тұруға ихтиярхат 10 жылға беріледі. Тұруға ихтиярхатты ресімдеу үшін не қажет? Қазақстан Республикасында тұруға ихтиярхатты тұрақты тұру санатындағы визаның негізінде ел аумағына келген шетел азаматтарды ала алады. Қазақстан Республикасына шетелдіктің тұру ихтиярхатыны рәсімдеу үшін уәкілетті мемлекеттік органға мынайдай құжаттарды ұсыну қажет. Ол мемлекеттік баж, өлшемі 3 пен 4 сантиметр 2 фотосурет, жарамды ұлттық паспорт. Жаңа тұруға ихтиярхат ресімдеу кезінде шетелдік Қазақстанда тұрақтың мәртебесін жоғалтпайды. Шетелдің Қазақстан Республикасына тұруына ихтиярхат аумағында тұрақты тұрып жатқан азаматтарға 16 жастан бастап беріледі. 16 жасқа толмаған балаларға тұруға ихтиярхат қажет емес. Құжаттар тапсырылғаннан кейін 17 күн тізбелік күн ішінде тұруға ихтиярхат рәсімделеді. Егер мен YouTube каналымның көрермендердің бірінде сұрақтар туындаса, Насханов және серіктестер адвокаттық кеңсесіне хабарласыңыз. Біздің мамандар сізге қандай құжаттарды жинау керектігін, олардың қалай тапсырылатын және жалпы тұруға ихтиярхат беру тәртібін айтады. Сізбен бірге адвокат Тайыр Насханов болды. Лайк басыңыз және менің YouTube каналыма жазылыңыз.